Сәлем достар, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Мен бүгін сіздерді Pinduoduo платформасында адрес енгізумен таныстыратын боламын. Қазіргі таңда Қытайдан тауар тасымалдайтын бірнеше карголар жұмыс істейді. Солардың бірі әрі сенімдісі ол Inexpert каргосы. Мен осы Inexpert каргосымен жұмыс жасаймын. Бұл каргоның Қазақстан бойынша көптеген қалаларда филиалдары бар. Және ең қолайлы жері арнайы қосымшаларын ашып қойған. Бұл қосымшаны App Store'дан немесе Play Market арқылы жүктеп алуға болады. Міне менде қосымша алдын ала жүктелген. Кіреміз. Бұл бізде бастапқы бет. Бастапқы бетте складтардың адресі, жұмыс уақыты, клиенттердің құқықтары мен міндеттеріне дейін барлығы дерлік жазылып көрсетілген. Inexpert каргосында соңғы өзгерістердің бірі, бұрын тауарды 1 килограммға $5 алдыратын болса, қазір бір қатар шарттарды орындағаннан кейін Қытайдан Алматыға дейін $4.2 ал басқа филиалдар үшін $4.7 алдыруға болады. Шарттарды ашамыз. Бұл жерде 3 шарт көрсетілген. Бірінші шарты, сіз жеке куәлігіңізді, яғни удостоверениеңізді Inexpertке тіркеп, электронды қол қоюыңыз керек. Екінші шарты, бір күнде алған затыңыздың сумасы 1000 евродан, яғни 500 000 теңгеден аспау қажет. Бірдей тауар 4 штуктан аспау керек. Бір күнде алған затыңыз 31 килограммнан аспау керек. Және де тауар алдырған кезде ішінде тыйым салынған заттар болмау керек. Үшінші шарты, Қытайдың складына жетпей тұрып, әрбір алған затыңыздың трек нөмірін Inexpert қосымшасына өзіңіз енгізіп отыруыңыз керек. Осы 3 шартты орындасаңыз, Алматыға дейін $4.2 ал басқа филиалдар үшін $4.7 бағаға алдыра аласыз. Бұл клиенттер үшін өте тиімді баға. Енді Inexpert каргосында адресті қай жерден аламыз? Ол үшін жеке кабинетке кіреміз, менің дегенді басамыз, Қытай мекен жайы деген жерді басамыз. Осы жерде Қытайдағы складтың адресі көрсетілген. Қытайдың магазиндері тауарды тек складқа ғана жеткізіп береді. Ал ары қарай шекарадан өткізу және де басқа қалаларға тасымалдауға осы карголар жауап береді. Осы жерден осы Қытай складының адресін көшіріп аламыз. Көшірілді. Сайтына кіреміз. Бұл бізде жеке кабинет, геолокацияны таңдаймыз. Ашқан кезде ең астында 2 жазу бар. Үстіндегісі Қазақстандағы адрес енгізу, астындағысы Қытай складының адресін енгізу. Біз Қытайдағы склад адресін енгіземіз. Сол үшін астындағы жазудың үстінен басамыз. Басқан кезде жаңағы көшіріп алған адресті автоматты түрде көшіріп қоюды сұрайды. Я деп подтверждение жасаймыз. Міне, жаңағы Inexpert'тен көшіріп алған адресіміз бізде қойылды. Сохранить етеміз. Адрес түсті. Егерде бірнеше каргомен жұмыс жасайтын болсаңыздар, қай каргоға тапсырыс бересіздер, сол каргоны белгілеп қоюларыңыз керек. Inexpert'ті белгіледім. Енді тапсырыс берген товарларыңыз барлығы осы Inexpert'тің Қытайдағы складына түсіп ары қарата жіберілетін болады.